Асыраушы: мама, мен ертең мектепке барғым келіп отырған жоқ. Бәрібір дұрыс сабақ болмайды. Әдебиеттен беретін апай тапсырма береді де, соткасын шұқылап отырып алады. Берген тапсырмасын жазбағаныңды да тексермейді. Ал тарих сабағы мүлдем қызықсыз, оқығың да келмейді. Қой, о не болғаның балам? Олай айтпа. Мамасының күңкілене құлақ аспаған Ерлан тез киінді де сыртқа шығып кетті. Ерлан биыл 9 бітіреді. Соңғы кезде өскенде кім боламын, не жұмыс істеймін, заман қалай болмақ деген сияқты сұрақтар жиі мазалайтынды шығарды. Жалғыз ер бала болғасын ба, әке-шешесі бетінен қақпай өсірді. Бірақ онымен ол тентек болып кеткен жоқ. Керісінше, жасына тән емес сұрақтарға жауап іздейтін ойшыл болып өсіп келеді. Айтпақшы, жасына тән емес сұрақтар деген қазіргі уақыттағы елде болып жатқан оқиғалар, халықтың хал-ахуалдары ерекше ойландырып, соған жауап іздейтінді шығарды. Шынында Ерланның үйі молшылық дегеннің не екенін білмей келеді. Әкесі шопыр, мамасы жұмыс істемейді. Әйтеуір ес білгілі аурудан шықпай келеді. Ескі бір бөлмелі жұпыны пәтерде өмір сүріп жатыр. Әкесінің тапқаны тамақтарына әрең жетеді. Кейде соның кесірінен үйде айқай да шығып кетеді. Осы үйдің еркегі сен бе, мен бе деген мамасының айқайы жиі құлақты жаратын болып жүр. Сыныптасы Абай үлкен 2 қабатты коттеджде тұрады. Папасы сыныптасы Абайды сабаққа джиппен әкеледі екен. Абайдың қалтасы тиын-тебеннен құрғамайды. Осы 2 жағдайды салыстырып айырмашылығын себебін іздейді. Неге? 9-ды бітірсем, міндетті түрде жұмысқа тұрамын. Колледжге түсемін. Ақша тауып 3 қарындасымды оқытамын. Пәтерімізді кеңітемін. Қиялға шомып кеткен Ерлан жаяу жүргіншіні өтетін жолаққа таяп қалғанын бірақ байқайды. Соңғы кезде Ақтаудың көшесі көлікке тым толып кетті ме, әлде көше тар ма? Әйтеуір байқамасаң басып кетулері қиын емес. Кішкентай күнінде 2 сыныпта оқып жүргенінде балдардан асық ұтып алып, оны жинап балдарға сататын. Сөйтіп тиын жинап үйге нан сатып әкелетін. Мамасы айналып толғанып отырғаны асыраушым менің деп еркелететін. Ерлан шын мәнінде есеюге, қатты асығуды тезірек өзі қолға алып, өз әке-шешесін, қарындастарын қиыншылықтардан құтқарғысы келеді. Әсіресе былтыр 1 қыркүйекте
киім, сөмке алатын, қағаз құрал алатын ақшалары жетпей қиналғандары естен кетер емес. Папалары 10 шақты күн ауырып қалып жатып қалды. Содан дұрыс ақша шықпаған екен. Бір мейірімді жандар көмек көрсетіп, барлық қажетті оқу құралдарын алып берген болатын. Сондағы бала жүрегі қатайып өзіне берген серті бар. Ол серті үлкен жұмысқа кіріп, ақшаны көп табатын бастық болу. Немесе Абайдың әкесіндей кәсіпкер болу. Оның бірден бір жолы сабақты жақсы оқып, жоғарғы оқуға түсу екенін бала жүрегі қанша сезсе де, қазіргі білім деңгейінің төмендегі іштей тежей беретін сияқты. Негізі Ерлан өте зейінді бала, бірақ қырсық мінезі де жоқ емес. Мектептегі сабақ беретін мұғалімдерге көбінесе көңілі толып көрмепті. Тек математикадан беретін апайы ғана ұнайды екен. Басқа мұғалімдерінің білім деңгейлері төмен бе, әлде өз жұмыстарына жауапты қарамай ма, әлде Ерланға беймәлім бір себептері бар ма? Әйтеуір уақыт өтсе болғаны дейтін сияқты. Құлағың салбырап сабақта тыныш отырсаң болғаны оң баға алатының кәміл. Сөйтіп жүріп Ерлан 9 сыныпты да бітірді. Мамасына колледжге түскісі келетінін айтып еді, қарсы болмады. Өткенде балдардан естіген мұқтаж жанұяларға көмек ретінде оқуға тегін қабылдайды екен, тіпті шәкіртақы да төлейтін көрінеді. Мамасын өкпесін сүйретіп жүріп іліктірді-ау әйтеуір. Бұйырса құрылысшы болмақ ойы бар. Колледжде оқып жатырғанына да бір шама уақыт болды. Сабақ анау айтқандай қиында емес. Мектептегіден қайта оңай сияқты ма? Ерлан көп қиналып жүрген жоқ. Өзі мейірім атты баламен бірге жүреді де, оның да жанұясының жағдайы мәз емес. Мұның әйтеуір әкесі бар ғой. Азды көпті ақша тауып жүрген, ал оның мейірім досының әкесі қайтыс болған. Жалғыз шешесі жұмыс жасап, зыр жүгіріп 3 баласын асырауда. Мейірім, мен кеше балдардан естідім. Той болатын мейрамханаларда біз сияқты балаларға уақытша жұмысқа рұқсат етеді екен. Бір той атқарсаң 3000 теңге. Ақшасы тым аз екен, оның үстіне түнгі сағат 12-ге дейін жүретінді айтсайшы деп күрсінді мейірім. Жоқтан жақсы ғой, істеп көрсек қайтеді? Осылайша келіскен екеуі демалыс сайын мейрамханаларда жұмыс жасап жүрді. Ерлан күндегізінше сабақтан келсе, есік алды абыр-сабыр. Біреулер киіз үй тігіп жатыр. Баласы келді деп сыбырлайды біреулері. Жүрегі бірдемені сезгенде қатты соғып кетті. Ойына мұрсатта келгені. Соңғы кезде шешесінің ауруы кенеттен меңдеп жатып қалғаны, жөтелгенде аяқ астынан тұншығып кететін.
еңіреп жылап оң жақта жатқан шешесіне тура жүгірді. Біреулер ұстап жібермей, жігітсің ғой, мықты бол деп жатса, біреулер мынау індеттен қайтқан сияқты абай болың деп сыбырлайды. Шынында да жоқшылық қолын байлаған. Мамасы дәріханадан дұрыс дәрі де ала алмаған болатын. Кетеді ғой, әлде қандай шығар дейтін. Өзі бұрын көрмеген адамдар толып жүр. Бұлар сонда ағайындары ма екен? Егер ағайындары болса, осы уақытқа дейін неге көрмеген? Осылайша ерлан мамасынан демде айырылды. Әкесі үнемі сапарда жүреді де, 3 қарындасы жалғыз өзіне қарап қалатын. Үлкені 6 сыныпта, ортаншысы 2 сыныпта. Одан кішісі балабақшаға баратын еді. Оған да апаруға шешесінің жағдайы болмай, соңғы айда үйде болатын. Іштей қатайып алған ерлан, қайтсем де оқуымды бітіруім керек, мен жігітпін ғой, бәріне де шыдаймын, деп жігерін қайрап алды. Іздеп жүріп қосымша жұмыс тауып алды да, бір бала бақшаның аумағында ағаштарды күн ара суарып тұру керек екен. Айына 20 мың теңге беретін болды. 20 мың шәкірт ақысы бар. Іште өзіне разы болған ерлан күлімдеп қояды. Колледжді бітіріп, бір жамағайының арқасында қала басындағы құрылысқа жұмысқа кірді. Жұмыстары қиындау, бетон құяды, ағаштан қалып құрастырады, биікте жұмыс жасағанда қауіпті екен. Қасындағылар кілең жалдамалы жұмысшылар. Өзбек, қалпағы аралас әрине. Шебердің көзі тайып кетсе де, қалай болса, солай жасауға дайын тұрады. Арттарын түзетіп әлек болады. Бір күні сондай жағдайдың үстіне бастықтары түсіп қалды. Құрылған қалыпты қайта бұзып жатырған ерланды тоқтатқан бастығы, қайсысы мынаны жасаған, мені білмей жүр дейсің бе? Содан талқылау басталды. Бәрін тұрғызып қойып кінәлі ұстаны тауып алды да жұмыстан қуып жіберді. Кетіп бара жатып жұдырығымен көрсетіп барады екен. Ернін тістеп алып, қап бәлем, тұра тұр деп кейіп білдіріп кетеді. Қыстың бір тұтам күні тез батып үйге қайтарда қараңғы түсе бастайды. Сондай бір кеште құрылысты қоршаған, шарбақтаған шыға бергенде, көк желкесінен бірдеме сарт ете қалады да, аспан айналып жүре берді. Көзін ашса, аурухананың бөлмесінде жатыр екен. Сөйтсе сағат 9-дарда жұмысқа келе жатырған қарауыл көріп қалыпты. Есептеп қарасаң 3-4 сағат ессіз жатқанын анықтау қиын емес. Миы мықтап қозғалған, қатты соққыдан шекесі қанаған, әйтеуір бас сүйегі аман екен, дейді дәрігерлер. Есін жинағаннан ойына келген қарындастары не істеп жүр екен? Әкесі де өзен жаққа кетіп еді, келді ме екен? Менің жатып қалғанымды білей ме екен? Сан сұрақ шарадай басын шақшадай қылды. Телефонының батарейкасы отырып қалыпты. Ашып қараса, әкесі телефон соға беріпті. Жалма-жан әкесіне қоңырау соқты. Әйтеуір үйде екен. Қорқып кетпесін деп болған жайды толық айтқан жоқ. Құрылыста құлап қалып ауруханаға түстім. Қазір жақсымын.
бұйыртса таңертең үйге барамын деді. Жатып алып ойға батты. Өміріне еткен әділетсіз еді. Мен оған не істедім? Менен көретіндей бар болғаны қалыпты бұзып қайта жасағаным ба? Бағана полиция болған жайды жазып алып кетіп еді. Ұстадым екен әйтеуір, деп Ерлан ойланып жатты. Уақыт өте келе көп ұзамай Ерланды құрылыс шебері лауазымына жоғарылатты. Бастықтарына ұнайтыны Ерланның бойына біткен жауапкершілігі, адалдығы, бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізбей жамбасы жер иіскемейтіні. Қазіргілері Ерланның жалақысы жоғарылаған, артық ақшасын депозитке салып жинап жүр. Оның үстіне үлкен қарындасы да биыл мектеп бітіріп, жоғарғы оқуға сырттай тапсырды да бір мекемеге жұмысқа тұрып алды. Аллаға шүкір, жағдайлары біртіндеп жақсарып келеді. Тұрғын үй жинақ банкісінен арзан үй алуға талпынуда. 15 жасынан жұмысқа араласқан Ерлан бұл күнде әбден піскен еді. Арада 5 жыл уақыттың ішінде үлкен құрылыс мекемесінің білдей бас инженер лауазымына көтерілді де, қазіргі үйлерін кеңейтіп, жаңа шағын ауданнан пәтер алған еді. Ендігі ой жатпай, тұрмай өз кәсібін ашу. Бастапқыда өте қиын болды, себебі жұмыс бастау үшін айналдыратын қаражат керек еді. Мекемесін ресми заңдастырып алғасын банктен кредит алды. Тұрғын үй салуға халықтан қаражат жинай бастады. Жер сатып алды, сөйтіп бірте-бірте аяғына тұрып кеткен еді. Алғашқы салған 48 пәтерлік 5 қабат үйі көрген сайын көзіне оттай басылады. Бүкіл күш-жігері жинаған, тәжірибесі бар, бала кезінен арманы бәрі осы үйге сыйып кеткендей болды. Алдыңа айқын мақсат қойсан, бәрі де орындалады деген осы екен. Қазірлері қаладағы ең үлкен кәсіпкерлердің бірі. Жыл сайын жоқ-жітік бір мүжәлсіз жанұяға пәтер кілтін тегін беруде. Ендігі ойы кәсібін кеңейтіп, басқа облыстарда тұрғын үй салу. Жуырда қосалқы шаруашылықта ашып қойды. 4 түлік малды жинап, санын көбейтпекші. Айтпақшы, әкесіне заманауи су жаңа көлік алып берді. Әкесі мал шаруашылығы жағында тырбыңдап жүр. Үлкен қарындасы оқу бітірген, экономист болып, қасында жұмыс жасап жүр. Сөйтіп, уақыт өте келе анасының кішкентай асыраушы үлкен беделді кәсіпкерге айналды. Иә, алдыңа айқын мақсат қойсаң, арманың орындалады. Мақсат мұратқа жетесің.